Ақылды келін. Ерте заманда бір байдың жалғыз ұлы болыпты. Ұлы алды-артын ойламайтын ақылсыз, келіні өте ақылды әйел екен. Баласы жылда базарға барған сайын құмар ойнап, ақшасын, малдың бәрін ұтқызып, сымпиып өзі қайта беріпті. Бір күні байдың өзі базарға мал айдап барады. Ол баласының құмарға ұтқызған дүниесінің бәрін ұтып алып қайтады. Орта жолда байға қарақшылар кездеседі. Сонда бай: "Мен ауылдан көп мал алдырып берейін, босатыңдар" дейді. Қарақшылар бұған көнеді. Бай хат жаза бастайды. 40 ат, 60 атан, үйдің 2 алтын босағасын, оны талқандайтын балта беріп жіберіңдер. Біз Ащысай деген жердеміз. 2 қарақшы хатты алып барып, байдың ұлына табыстайды. Әкем ұтылып қалған екен деп баласы мал жиыстыра бастайды. Хатты келіні оқып көреді де, күйеуін оңашаға шығарып, әкесінің жау қолына түсіп қалғанын айтады. 40 ат дегені 40 қарақшының саны, 60 атаны 60 кісі әкелсең жеңесің дегені, 2 алтын босаға және балтасы мына келген екеуінің көзін жой дегені. Сол күні 2 қарақшыны байлап тастап, 60 адаммен барып, ұлы қарақшыларды талқандап, әкесін босатып алады.